Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Это профессор Абдувалиев. Біз қазір Алтын Ордадан сөйлеп тұрмыз. Это клиника Абдувалиев. Қазіргі темамыз бессонница. Бессонница. Бессонница это очень серьезная вещь. Бессонница ұйқысыздық дейді, ұйқысыздық. Ұйқысыздықтың себептері туралы сөйлесеміз. Так, енді ұйқысыздық бұл ыстықтың ауруы. Ыстықтың ауруы. Егер кімде суық көйек қалса, ол адам наоборот ұйықтай береді отырған жерінде. Біреулер бар, отырған жерінде ұйықтап қала береді. Көзін ашамайды да, бір жерге кірсе, уже ұялады ол. Бір жиналыста отырса болды, көзін ашамайды да, отырса ұйықтап қала береді да. Так. А есть напротив, который бессонница. Бессонница самый страшный болезнь. Бұл деген қалай, кеш болғанда уже қорқа бастайды оған. Неге десеңіз, сағат 9-10-да жата ма? Қарайды 10 болып жатыр, 11 болып жатыр, 2 болып жатыр, 1 болып жатыр, 3 болып жатыр, ұйқы жоқ. Аняға аунайды, мыняға аунайды, мыняға аунайды, ұйқы жоқ. Думает потом. О, ар жақты ойлайды, бер жақты ойлайды. Ертең кейін страх басталады. Ертең жұмысқа бару керек қой. Жұмыста уже шаршайды ол. Опять кетті, ұйқы және қашып кетіп қалады. Соған таң атады ғой, сағат 6 болады. 6 болады, еле орнынан тұрады, шай-пайын ішеді, соған бит барады жұмысқа бит. Сүйретіліп. Вот это бессонница. Бұның себептері не? Бессонницаның себептері өте көп. Бірінші себептері стресс. Стресс. Если адамның көңілі жайында болатын болса, көңіл күй жайында болса, ұйқы уақытында болады, ұйқы нормада болады. Стресс. Стресстің түрлері көп қой енді. Біреуі бір нәрсе болып қалған болуы, ұрыс жанжал болуы мүмкін. Так, енді түрлі жағдайлар, біреудің кредиті болуы мүмкін, біреудің баласында бір нәрсе болған болуы мүмкін. Себептер көп айта берсең, енді көп. Ол үшін бәрін біз общий сөзбен айтқанда стресс. Стресс болғаннан кейін, кеш болғаннан кейін мияға ойлар келе бастайды. Адам ойлай бастайды, одан кейін ұйқы қаша бастайды ғой. Кетті. Так, бұл бірінші себебі. Енді екінші себебі адам денесінде ыстықтың көбеюі. Адам кім денесінде ыстығы көбейсе, ол ұйқысы азаяды. Соның үшін қара көрек адам мижазына. Кімнің мижазы ыстық болса, ол ұйқысы азаяды. Соның үшін мижазды суыту керек. Мижазды суытса, ұйқысы көбейеді. Так, екінші себептерінің біреуі, так, одан кейін ұйықтау үшін адам шаршау керек екен. Күндіз қатты қимылдау керек, кім ұйықтамаса. Баяғыда біз Зарапшада жүргенде бір Зарапшаның несі келген, біздің больницаға алтын заводтың директоры ұйықтай алмайды екен. Біз оған айтып, бұл қазір жындыханаға психдиспансерге жатайын деп жатқан жерінде келген. Біз оған айтқанымыз, күнде таңертең 2 сағат балта шаууым керек деп. Сөйтіп 2 сағат бір 20 килограммды куәлдән тауып алып шапқан ғой екен. 2 айда түзеліп кеткен ғой жаңағы адам. 3 жыл жүрген жаңағы. Москваға шейін барып келген, бессонница. Аны түрлі дәрілерді бере берген ғана, ананы берген, мынаны берген шегі жоқ. Содан қимыл болды, қимылдады. Ең главный, қимылдасаңыз, шаршасаңыз, көңіліңіз жайында болса, көңіл жай барақат болса, все гарантия ұйықтайсыз. Енді және бір мәселе бар. Қазір бізде не шыққан? Мынау шыққан. Ақыр заман болған кезде не деген? Әр адамның алдында бір көзді шайтан болар екен. Шайтан. Кешқұрым шайтанға сағат 9-да кірсеңіз, тірлік бітті. Шыға алмай қаласың ананың ішінен. Сіз тартып кетеді ананың ішінен. Кете бересіз, қарасаң сағат 10 болыпты. Айтады, жарым сағат және көрейін дейсіз, 11 болды. 12-ге барған жайын көрдіңіз ба, мынаны? Бітті. Сол күні ұйықтай алмайсыз да? Неге? Потому что мияңызды возбуждение қылып жібереді ғой. Сол үшін сағат 7-8-ден кейін мынаны өшіру керек, айналайындар. Мынаны бір ләжі барынша аз қолдану керек. Өте зияны көп бұның. Өте зияны көп. Түсініңіз? Енді оны бәрін айтпаймыз, это отдельный тема, бірақ сағат 7, кім ұйықтайын десе 7-8-ден кейін өшіру керек. Сағат 10-да жату керек. Енді ұйықтайтын уақыт ровно болу керек та. Сағат 10-да жаттың ба, 6-да тұрдың. 6-да тұрғаннан кейін азанғы өзіңнің дене шынықтыру, физкультура бәрін қыстау керек. Потом контрастный душ қабылдау керек. Салауатты тұрмыс салтын айтып жатырмын да мен қазір. Сонда уже кейінгі күнге сіз дайындалып бара бересіз. Кейінгі күнде жүргеніңізде тамақтануға қарау керек. Кешқұрым 6-нан кейін тамақтанмау керек. Сағат 9-да 5 бармаққа тойып алсаңыз қалай ұйықтайсыз сағат 12-де? Қарымын айналып ұйықтай алмай, ояққа ойнап, бияққа ойнап так. Осының бәрі мелочевкалар. Мен қазір айтып жатқан себебім бәрі бұл натуральный жолдарды түсіндіріп жатырмын сізге. Қалай ұйықтау керек? Химикаттардан айтып жатқан жоқпын ешқандай. Енді химикаттардан шетін болсаңыздар, біз бұл жерде шөп дәрілерді береміз. Шөп дәрілер, суық шөп дәрілерді істетеміз. Так, енді кім келсе бізге, кім ұйықтай алмай қалатын болса, бізге малхамды ішетін болса егер,
Малхамға строгий 7 күн 8 күн отырса сразу ұйқыға кетеді. Бірақ малхамға строгий отыру керек. Малхам ішкен кезде тек қана алманың компоты и голодание қылу керек. Кім ұйықтамай қалса 7-ші 8-ші күн сразу ұйқыға кетеді. Ұйқысы келеді. Малхам ішкеннен кейін іштегі жағы ыстықтың бәрі тазаланғаннан кейін ұйықтайды ол. Сол үшін табиғи жолға өтіңіздер. Потому что бәрі химикаттардың бәрі зиян. Бірінші печеньді құртады, ұйқы безін құртады, так, одан кейін дәріге адам үйреніп қалады. Сол үшін табиғи жолмен емделуге әрекет қылыңыздар. Енді ұйқы адам үшін өте маңызды нәрсе. Кімнің ұйқысы бұзылса, оның денсаулығы кете бастайды, жұмысы қинала бастайды. Әртүрлі аурулар келіп шығады да. Сол үшін ең главный ұйқыға көңіл бөлу керек, ұйқы жайында болу керек. Так, жақсы ұйықтаңыздар, ауырмаңыздар, келіңіздер. Так, біз қызметтеріңізге дайынбыз. Рахмет.